шіркін. Мына оттың үстінде бұрқылдап қазан қайнап тұрса ғой. Иә, қақпағын ашсаң, етке толы болса. Ей, ет болса қазанға салмай-ақ жей бермейміз бе? Оның дұрысы. Енді не істейміз? Аңға шығайық, әрекет жасайық. Әйтпесе, аштан қатармыз. Дұрыс. Онда не тұрыс? Кеттік, бірденге аулап қайтайық. Жүріңдер, біразығы жолда түсірейік қолға. Бұл түрімізбен алысқа бармаймыз. Аштан өлмеудің амалын табу керек. Таудан жидек теріп жемесек, басқа не амал қалды дейсің? Ендігі жетпегені вегетариан болу еді. Масқара! Қасқырлар жидек теріп жүрсе, жетіскен екен. Өстіп жүріп, эволюциялық жолмен қойға айналып кетпесеңдер болды. Масқара! Ей, тайтар, сауысқан, жағын қарсысын. Сұңқылдамай кетшәрі. Онсыз да көңіл күйіміз жоқ. Ал мен сендерге жақсы жаңалық әкелдім. Рас па? Ол не жаңалық? Тоғайда жалғыз тоқты жайылып жүр. Ал сендер мұнда аштан өлмексіңдер. Ойпырмай-а, алдамайсың ба? Уаллахи биллахи. Енді шекеге тұрмыз. Кеттік. Қажақ. Еріңдер соңымнан. Қажақ. Қызық екен. Адасып жүрген қандай тоқты ол? Осы жолы оны жемесек, бөрі атымыз бекер болсын. Ей, бөрі емес, көкжал дегеніміз дұрыс шығар. Құлаққа дұрыс естіледі екен. Арланшы. Арлан дегенде күшті естіледі екен. Арыстан дегенге ұқсайды. Арыстан Африкада ғой. Надалада біз қожайынбыз. Сондықтан өзімізді қалай атасақ та жарасады. Бәсе, солай демейсің бі? Өзімізді өзіміз көтермесек, бізді ешкім көтермейді ғой. Даланың қожайыны біз болсақ, неге тоқты мен серкеге шамамыз келмейді? Таусылмаңдар, көкжалдар. Олардың да күні келеді. Осы бөрі мықты ма әлде көкжал мықты ма? Ит біле ме? Әйтеуір жыртқышпыз ғой. Сондықтан әлгі тоқтыны жыртуымыз керек. Дұрыс айтасың. Жыртатынын жыртып, сындыратынын сындыруымыз керек. Неге тоқтадың? Жай ма? Әлде бірдеңе болды ма? Ананы қараңдар. Мынау елес емес бе? Әлде түсіміз бе? Түсіміз болса да жеп алайық. Тоқтының дәл өзі, бірақ сәл өзгешелеу екен. Тамаша, тілегеніміз алдымыздан шықты. Жолы болар қасқырдың жемтігі алдынан шығады деуші ме еді? Жүріңдер, сөйлесіп көрейік. Oh, beautiful. Yes. Mr. Wolves. Here's beautiful. Very like. Мынау не деп тұр өзі? Мені жеуге бөрі лайық дей ма? Ит біле ме? Түрі де, тілі де басқаша екен. Түрі де, тілі де мені қызықтырмайды. Асқазаным шұрқырап барады. Қане тезірек жайғастырыңдар шей. Өзің кім боласың? My name is Bram. I'm Australian. Сен өзі тоқтысың ба? Yes. Мұнау бізге есің дұрыс емес дей ме? Есіңді көрсетейін мен саған. Соны айтамын да, бізді мазақ қылады. Одан да тездетіп, жей салайық. No, I'm not enemy. I'm here turisto. Мұнау түріміз жаман дей ма? No, in turisto. Жетер енді мазақ еткенің. Ұрыста тұрыс жоқ. Сені қазір жейміз. Сабыр сақтайық жігіттер. Ойбай, азығымыз алдымызға кеп тұрғанда не сабыр? Қараш, біздің тоқтыға ұқсамайды.
Şunu da yap bak. Ağır болып шықпасын. Ертең уланып қалсақ қайтеміз? Иә, өзі біртүрлі екен. Енді не істейміз? Өзіміздің тоқтыдан сұрайық. Соның туысы ғой. Жеу қашпас. Yes, yes. Сол тоқты мен серкені суғаным сүймейді. Шүйкемізді тоздырып бітпесе болғаны. Иә, соларға барсақ бірдеңкеге ұшыраймыз да жатамыз. Оларсыз да жайғастыра бермейміз бе? No, no. Сабыр түбі сары алтын. Сабыр етейік жігіттер. Сабыр деп аштан қатпасақ болғаны. Тоқты мен серкенің қорасы алыс емес қой. Біле салайық. Бәрі дұрыс болса аузымызды майлау қаша қоймас. Yes, yes. Онда тезірек барайықшы. Ей, бөтен тоқты, түс алды ма? Менің жаным тыныш. Айналамдағы табиғатпен, барлық тіршілікпен үйлесімдемін. Мен сабырлымын. Мен өзімді ұстаймын. Мен ашуланбаймын. Мен сабырлымын. Мен ашуланбаймын. Тұла бойым тұп-тұнық судай таза, әрі тыныш. Жігіттер, сәлем бердік. Мен еш нәрсеге алаңдамаймын. Мен тынық мұхитындай тынышпын. Ей, Серке, саған не болған? Есің ауысқаннан сау ма? Мен еш нәрсеге алаңдамаймын. Мен сабырлымын. Ойбай, қасқырлар! Тоқта, тез қорғанысқа көшейік. Аттан! Жау шапты! Жебелерді дайында, оң жақ қапталды бекіт, атқыштарды шығар. Ой, мұнау кім тағы? Ей, Серке, саған не болған? Ой, қоя тұршы, сендерді күніге көріп жүрміз ғой. Мынауың қызық екен. Өзі тоқты сияқты, бірақ әппақ екен. Соған қарағанда күнге шықпайды-ау. Ей, шүнің қарашы, қап-қалың. Сосын жұмсақ екен. Жалпы, өзің кімсің ей? Hello, Mr. Go. I came from Australia, Ram. Ей, мынауың ұрам дей ме? No, Ram. Australian Ram. Ей, түк түсінсем бұйырмасын. Не деп отыр мынау? Ей, соны бізде түсінбедік. Сендерден сұрайын деп келсек. Ей, тоқта, сен не дейсің? Білмеймін, Серке. Қазір көрейін. Балықтың түрлері. Жоқ, бұл емес. Жылқының түрлері. Жоқ, бұл да емес. Қойдың түрлері. О, міне таптым. Қазір. Ей, тоқта, неге үндемейсің? Бірдеңе десеңші, не екен? Мен түсіндім. Бұл да өзім сияқты тоқты екен. Бірақ Австралиядан келген. Ол жақтың тоқтыларының жүні қалың және ақ түсті болып келеді. Міне, суреті де тұр. Ей, бізге бәрібір. Ақ болсын, көк болсын, тоқты болса болды емес пе? Енді жеуге бола ма? Иә, оны өздерің біліңдер. Ең бастысы, бізге тиіспесеңдер болды. Бәрекелді, мәселе шешілді. Жеуге болады екен. No. Excuse me. Please, Gumanism. Please, Gumano. Ей, мынау бізге қумаңдар деп тұрма? Қазір көрсетеміз. Жігіттер, тоқтаңдар. Ей, тоқта, бұлай тұрғаны. Әйтпесе, сені жейміз. Жігіттер, бір сөзге рұқсат беріңдер енді. Жарайды, тез айт. Біз түскі шоуымыз керек. Жігіттер, өздерің ойлаңдаршы. Бұл шетелдік тоқты екен. Біз жаққа қыдырып келіпті. Бізде қонақты сыйлайтын дәстүр бар емес пе? Егер қонаққа зорлық жасасақ,
ертең бәріміздің атымызға кір келмей ме? Қайта қонақты көңілімізбен шығарып салсақ, ол жүрген жерінде бізді мақтап жүреді. Даланың қасқырлары мейірімді, шомартаңдар екен деп айтады. Ей, соны ойласаңдаршы. Ей, сөзінің жаны бар, ей. Қап, мына сөзің тәбетімді қашырып жіберді ғой. Иә, жаманатты болған кімге керек? Жарайды. Бара берсін. Қап, өттеген ай. Көрдің ғой, мистер Тоқты. Біз қонақ жай халықпыз. Oh, yes, good. Thank you very much. Әсіресе, біздің шешендігімізді көрдің ғой. Қасқырларды жай сөзбен сындырып тастадық. Oh, yes. Doctor, big diplomat. Не дейді, ат дейсің бе? Жоқ, ат емес. Шешен деп айт. Бірақ біздің Тоқтыны ат десең де жарасады. Көрдің ғой қандай? Ал сендерде осындай Тоқтылар бар ма? No. Doctor diplomat? No. Ей, Тоқты, көрдің бе? Сонау австралиялық Тоқтылар сені мойындап жатыр. Өзіңнің мықты екеніңді білесің бе? Білмеймін, Серке. Ой, сен. Осы біз неге Тоқты мен Серкенің айтқанына көне береміз? О заманда бұл заман бөрілердің тұяқтыларға ақысы кетіпті деген масқараға қалмасақ болар еді. Соны айтамын. Алдымызға келіп тұрған шетелдік Тоқтыдан айырылып қалдық. Кеймеңдер көкжалдар. Есесіне ұрпағымыз біздің қонақжайлық қасиетімізді дәріптейтін болады. Дала заңына адал болайық.